тілін екінші тіл ретінде меңгеретін сыныптарда көркем шығарманы меңгертудің маңыздылығы зор. Алайда біз ол шығармаларды оқушылардың назарына бейімдеп ұсына алмай отырмыз. Оқушылардың осы қазақ әдебиетіне деген қызығушылығын ояту үшін мына кітаптарды қалай бейімдеп ұсынсақ болады? Осы тақырып төңірегінде қазір біз сіздермен әңгіме өрбітеміз. Нұрлыгүл Жазбайқызы, бүгін сізбен өте бір өзекті тақырыпты талқылағым келіп отыр. Бүгінгі таңда қазақ тілін екінші тіл ретінде меңгеретін сыныптарда көркем шығарманы оқытудың маңыздылығы зор екенін білеміз, бірақ оны түпнұсқа күйінде орыс сыныптары түсінбей жатады. Оны оқушыларға бейімдеп түсіну керек дейді. Өз көзқарасыңызды, пікіріңізді білдірсеңіз. Сауалыңыз өте орынды. Жалпы көркем шығармаларды бейімдеп оқыту ол бүгінгі таңда кезек күттірмейтін өзекті мәселе деп. Тілін оқыту әдістемесінің дамып, жетіліп келе жатқан қазір жайы бар. Осы орайда көптеген көркем шығармаларды біз түрлі деңгейге сай бейімдеуіміз керек. Мысалы, кез келген кітап дүкеніне баратын болсақ, сол шетел әдебиетіне қарасам, кәдімгідей көз қызығады. Тіл үйренушіге арналған көркем шығармалардың барлығы А1 деңгейінен бастап бейімделіп ұсынылған. Ана кітапты парақтайтын болсақ, суретімен, одан кейін артындағы тексеруге арналған сұрақтармен өте қызықты тіл үйренушіге беріледі. Енді осы бейімдеу мәселесінің методологиясы бар ма? Немесе мәтінді, мысалы, біздің ұстаздарымыз қазір ұсынып жатыр, ол кісілерге де пайдасы тиер, мәтінді жалпы қалай бейімдеу керек? Өте әдемі айтып отырсыз. Шетел әдебиеттерін парақтағанда үйренеріміз көп екенін содан-ақ көруге болады. Енді мәтінді бейімдеудің методологиясы қазақ тілінің сөздік қоры, грамматикасы әртүрлі деңгейде міндетті түрде жүктелу керек. Осы құжатта көрсетілген деңгейдегі жаңағы сөздерге, сөздік қорға немесе грамматикалық көлемге қарап бейімдеуіміз керек. Жуырда біз ғалымдар болып бір топ осы лексик-грамматикалық минимум жасадық. Бұған дейін әр мекеме өзінше құрастырып алып жүрді. Ортақ әмбебап құжат болып танылатын құжатты жасауға тырыстық. Болашақта осы құжаттың негізінде әрі қарай тарқатыла береді. Енді осы орайда тағы да бір сұрақ туындайды. Бізде көптеген классик жазушыларымыз бар, қазірден жаңадан шығып жатқан жазушыларымыздың керемет шығармалары бар. Солардың барлығын тек қана қазақ аудиториясы емес, тіл үйренуші де оқысын дейміз, ол үшін бейімдеп берейік дейміз. Бірақ осының авторлық құқық мәселесі қалай болады екен? Енді қазір көзі тірі авторлардан тілді меңгерту мақсатында бейімделеді деп біз рұқсат алуымызға болады. Көп жағдайда авторлар түсінбей жатады. Мен саған дүниемді өзгертіп, басқа бір дүниеге айналдыруға келіспеймін деп жатады. Негізінде бұл білім беру мақсатында бейімдеудің ешқандай сөкеттігі жоқ деймін. Көп жыл бұрын сөз сөйлеп, осы мәселені көтерген сол үлкен конференцияда қасымда Манаш Қозыбаев деген тарихшы ғалымды білесіз. Сол кісі болды. Бірақ ол кісі мені қолдады. Манаш Қозыбаев өте орынды мәселені айтып тұрсыз, бірақ балам біз әлі оған дайын емеспіз деген әңгімені айтқан болатын. Сол кездегі өзге топ ғалымдарының уәжі мынадай: Абай жолы роман эпопеясын Әуезов жазып кетті. Енді Әуезов тіріліп келіп, сіздің бейімделген дүниеңізді көрсе қайтадан о дүниеге аттанып кетеді ғой деген секілді әңгімені айтқан болатын бір топ үлкен ғалым ағаларымыз, әпкелеріміз. Бірақ уақыт көрсетіп отыр, тілді меңгерту үшін оқушылар керісінше жатсынбайтындай етіп, оны оңай меңгеретіндей етіп, әркімнің өзінің деңгейіне лайықтап бейімдеп беруіміз керек. А2 деңгейіндегі оқушы барып, өз деңгейіне сай оқулықты алып оқыса, ол өзін бақытты сезінеді. Мысалға, бір ғана Шекспирдің өзін 6 деңгейде жазылған нұсқасы бар. Соңғы 7-ші нұсқасы түпнұсқа. Сол секілді Абай жолында кез келген шығарманы, Есенберлиннің шығармасын біз түрлі деңгейге бейімдеп шығуымызға болады. Және бұл арқылы біз оқушыға үлкен көмек береміз және ынтасын жоймаймыз. Бірінші өз деңгейінде оқып, өзінің тілдік деңгейін көтеру арқылы түпнұсқа деңгейге жете алады ғой. Әрине, біртіндеп. Ең соңғысы, қазіргі заң бойынша автордың өмірден өткеніне 70 жыл толған болса, біз ешкімнің сұрауынсыз қолдана аламыз. Ал көзі тірі болса, өзінен біріншіден немесе өзі жоқ, өмірде жоқ болса, 70 жыл өтпеген болса, туыстарынан рұқсат алуымыз керек. Өте өзекті тақырыпты қозғадық деп ойлаймын. Бұл да бір ой тастарлық, болашақта бір жаңа деңгейдегі кітаптарымыз шығатын шығар. Соған бір түрткі болып жатсақ, әрине қуаныштымыз. Ой бөліскеніміз үшін алғысымды білдіремін. 5-ші айына кеттік.